Тарихта екі ұшты тұлғалар көп. Біреулерін батыр дейді, басқаларын жау санайды. Бірақ кейде тарих сахнасына шыққан адамдардың шынайы бейнесін түсіну оңай емес. Біреулер оларды идеалдандырады, енді біреулер жауыз деп санайды. Эрвин Роммель сондай тұлғалардың бірі. Ол екінші дүниежүзілік соғыстың ең танымал қолбасшыларының бірі. Тез шабуылдап, күтпеген бағыттан соққы беруі, қарсыласын шатыстыруы оны майдан даласындағы ең қауіпті жауға айналдырды. Осы ерекшелігі үшін британдық бақ оған Desert Fox, шөл түлкісі деген лақап ат берді. Түлкідей айлакер, шапшаң, жауынгерлік тактиканы өзгертудің шебері. Оны жаулары да мойындады, ал сарбаздары шексіз құрметтеді. Бірақ ол кім болды? Фюрердің адал генералы ма, әлде өз ережесімен жүрген қолбасшы ма? Бірақ бір нәрсе анық. Роммель 20 ғасырдың ең даулы әрі қызықты тұлғаларының бірі. Оның шынайы бейнесін түсіну үшін біз оның өмір жолын, қабылдаған шешімдерін және соғыс пен идеологияның арасындағы күресте қандай бағыт ұстанғанын зерттеп көрейік. Эрвин Роммель 1891 жылы 15 қарашада Германияның Хайденхайм қаласында дүниеге келген. Оның отбасы дәстүрлі әскери әулеттен шықпаған. Әкесі мектеп директоры, анасы аристократтар отбасынан еді. Бала кезінде ол техникаға қызығып, инженер болуды армандаған. 1910 жылы 19 жасында Германияның Вюртемберг жаяу әскери полкына қосылды. Әскери қызмет барысында ол Люси Мария Молин есімді әйелмен танысып, кейін онымен отбасын құрды. Люси оның өміріндегі маңызды адам болды. Хат алмасу арқылы оның шешімдеріне әсер етіп, қолдау көрсетті. Олардың Манфред Роммель есімді ұлы дүниеге келді. Ол кейін Германияның демократиялық дамуына үлес қосып, Штутгарт қаласының мэрі болды. Роммель алғашқы әскери тәжірибесін бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде алды. Ол батыс және шығыс майдандарында шайқасты. Ерекше батылдығымен көзге түсіп, бірнеше рет жарақат алды. 1917 жылы Итальян майданында жүргізген шабуылымен танымал. Роммель аз ғана әскермен итальяндықтардың үлкен бөлімін қоршауға алып, тұтқынға түсірді. Осы ерлігі үшін ол Темір Крест орденімен марапатталды. Роммель сарбаздар арасында өте әділ және қамқор командир ретінде танылды. Ол әрдайым алдыңғы шепте жүріп, қарапайым сарбаздармен бірге шайқасты. Бұл ерекшелігі оған әскер арасында зор бедел мен құрмет әкелді. Ол бұйрықты жоғарыдан беріп қана қоймай, оны өзі де орындайтын командирлердің бірі болды. 1940 жылы Германия Гельб жоспарын жүзеге асырып, Францияға, Бельгияға және Нидерландыға басып кірді. Бұл науқан Блицкриг, жылдам соғыс тактикасының ең табысты қолданылған сәттерінің бірі. Осы жорық кезінде Эрвин Роммель 7-ші танк дивизиясының командирі болып тағайындалды. Ол танк бөлімшелерінің шабуылын жылдам әрі тиімді жүргізіп, күтпеген бағыттардан соққы берді. Роммель дивизиясының елестер дивизиясы деген атауға ие болуы кездейсоқ емес. Оның әскери тобы жау территориясында жылдам қозғалатындықтан одақтастардың барлау қызметі оның нақты қайда екенін анықтай алмайтын. Бүгін бір жерде шайқасып жатса, ертең жүздеген шақырым алда болатын. Роммельдің ең үлкен жетістіктерінің бірі Маас өзенін тез кесіп өтуі және Седан шайқасына қатысуы болды. Бұл жерде неміс әскері француз қорғанысын бұзып, жаудың негізгі күштерін ығыстырды. Ол Роттердам бомбалауынан кейінгі күйреуді пайдаланып, шабуылды күшейтті. Француз және британ күштерін тылдан қоршау арқылы олардың кері шегінуіне мүмкіндік қалдырмады. Дюнкерктегі қоршау кезінде оның дивизиясы британдық экспедициялық күштерді жоюға таяу тұрды. Бірақ Гитлердің бұйрығымен шабуыл тоқтатылды. Роммель жауынгерлерін үнемі рухтандырып, шайқаста алдыңғы қатарда жүрді. Оның батыл қимылдары француздарды ғана емес, тіпті басқа неміс генералдарын да таңғалдырды. Оның басқаруындағы дивизия 3 аптаның ішінде 450 шақырым жерді басып өтіп, 100 мыңға жуық жау сарбазын тұтқынға алды. Франциядағы жетістіктері оны Гитлердің сүйікті қолбасшыларының біріне айналдырды. Оның тактикалық шеберлігі мен батылдығы фюрердің ерекше ықыласын тудырды. 1940 жылы 22 маусымда Франция ресми түрде тізе бүккенде Роммельдің жорықтағы табыстары Германияда кеңінен насихатталды. Оған рыцарлық Темір Крест ордені берілді. Роммельдің әскери тактикасы ерекше болды. Жауынгерлермен бірге соғыс даласында жүрді. Ол штабта емес, танк ішінде немесе окопта болатын. Күтпеген маневрлер жасады. Дұшпанды ығыстырып, алдын ала дайындалған қорғанысты айналып өтті.
қарсыластың байланыс желілерін үзу. Роммель әскери байланыс пен логистиканы бұзуға көп көңіл бөлді. Осылайша жаудың өзара үйлесімділігін әлсіретті. Ол танктерді дәстүрлі әдіспен қолданбай, оларды күтпеген бағыттардан шабуыл жасау үшін пайдаланды. 1941 жылдың ақпанында Гитлер Эрвин Роммельді солтүстік Африкаға жіберді. Мұндағы мақсат итальян армиясына көмек көрсету және Ливиядағы британ күштерін ығыстыру. Роммель Африка корпусын басқаруға кірісіп, соғыс тарихындағы ең танымал шайқастарын өткізді. Солтүстік Африкада соғыс жүргізу Еуропадағы шайқастардан мүлде өзгеше болды. Кең шөл дала, су мен жанармайдың тапшылығы, ауыр климат жағдайында соғысу оңай болмады. Бірақ Роммель бұл қиындықтарды шебер еңсеріп, түлкі тәрізді айлакер тактикасы арқасында қарсыластарын үнемі күтпеген жағдайда қалдырып отырды. Ол жылдам шабуылдары мен күтпеген маневрлерді жиі қолданды. Дұшпанға соққы беріп, бірден орын ауыстыратын. Шөлдегі логистиканы керемет меңгеріп, шектеулі отын мен оқ-дәріні үнемді пайдаланды. Әскерінің қозғалысын шебер басқарды. Қарсыласты айналып өтіп, тылынан соққы жасауға тырысты. Роммель алғаш келген кезде ақ британ армиясын күйрете жеңіп, Табрукты қоршауға алды. Осы жеңістері оны ерекше танымал етті. Британдықтар оның күтпеген шабуылдарын, тез әрекет етуін және ұрыс даласындағы тапқырлығын байқаған соң, оған шөл түлкісі деген лақап қойды. Оның қозғалысы соншалықты жылдам болды. Тіпті британдық барлау қызметі Роммель қайда деген код сөзді жиі қолданатын. Роммельдің шөлдегі тактикасы көптеген әскери академияларда оқытылатын классикалық маневрлік соғыстың үлгісіне айналды. 1941 жылдан бастап британдық барлау қызметі Энигма деп аталатын неміс шифрын бұзып, Вермахттың көптеген құпия жоспарын біліп отырды. Бұл Ұлыбританияға солтүстік Африкадағы неміс күштерінің қозғалысын алдын ала біліп, тиімді қарсы әрекет жасауға мүмкіндік берді. Алайда бір үлкен мәселе болды. Роммельдің әрекетін алдын ала болжау мүмкін емес еді. Ол жоғарғы бас қолбасшылықтың стандартты жоспарына сүйенбей, өз бетінше шешім қабылдайды. Жауынгерлік тактикасы күтпеген маневрлерге негізделген. Бұл британдықтарды үнемі шатастырды. Штаб жоспарына бағынбай, интуициясына сенді. Бұл оған үнемі бір қадам алда болуға мүмкіндік берді. Британдық әскери сарапшылар Роммельді есептелмейтін фактор деп атады. Барлау қызметі неміс әскері туралы ақпаратқа ие болса да, Роммельдің шешімдерін нақты болжау мүмкін болмады. 1942 жылы британдық әскерге генерал Бернард Монтгомери басшылық етті. Ол Роммельдің тактикасын зерттеп, қарсы тұру әдістерін жетілдірді. Әл-Аламейн шайқасына дейінгі қақтығыстарда Роммель бірнеше рет жеңіске жеткенмен, британдықтар біртіндеп күш жинай бастады. 1942 жылы қазан айында өткен Әл-Аламейн шайқасы Роммельдің ең ауыр шайқастарының бірі болды. Британ әскері саны мен қару-жарақ жағынан басым болды. Әрі ақш-тың көмегімен логистикалық басымдыққа ие болды. Роммельдің әскері отын мен оқ-дәріден қатты тапшылық көрді. Монгомери жаңа тактика қолданып, Роммельдің шабуылын сәтті тойтарды. Жеңілістен кейін Гитлер соңына дейін соғысу бұйрығын берді. Бірақ генерал бұл бұйрықты елемей, әскерін шегіндірді. Қарсыластары оның әскери шеберлігі мен адамгершілігін жоғары бағалады. Британдық генерал Монгомери былай деді: Роммель біздің ең қауіпті жауымыз болды. Бірақ оның адалдығы мен тактикалық данышпандығын мойындамау мүмкін емес. 43 жылы наурызда Роммель солтүстік Африкадан кері шақырылып, Германияға оралды. Бұл оның Африкадағы әскери мансабының соңы еді. Роммель соғыс тұтқындарына қатыгездік танытпау туралы бұйрық берген неміс қолбасшыларының бірі болды. Солтүстік Африкадағы шайқастар кезінде ол британдық және америкалық тұтқындарды дұрыс жағдайда ұстауды талап етті. Бұл оның штабында болған кейбір офицерлерге ұнамады. Генерал өз ұстанымынан бас тартқан жоқ. Мысалы 1941 жылы Табрук түбіндегі шайқастан кейін ол көптеген британ сарбаздарын тұтқынға алды. Бірақ сол кезде одақтастардың әскери тұтқындары сумен, азық-түлікпен қамтамасыз етіліп, жаралыларына медициналық көмек көрсетілді. Бағана айтқанымыздай, 42 жылы Әл-Аламейн шайқасынан кейін Гитлер Роммельге соңына дейін соғысуды бұйырды. Бірақ генерал бұл бұйрықты орындаудан бас тартып, әскерін шегіндірген болатын. Ол бұл шешімін мен өз сарбаздарымды қажетсіз құрбан еткім келмейді деп түсіндірген. Кейін
1944 жылы Нормандиядағы шайқас кезінде Роммель неміс әскерінің жеңілетінін түсініп, Гитлерден бейбіт келіссөздер жүргізуді талап етті. Бірақ оның бұл ұсынысы еленбеді. Роммель ешқашан концлагерлерде немесе нацистік қылмыстарда тікелей рөл атқарған жоқ. Оның Гитлердің идеологиясына толықтай сенбегені, бірақ әскери міндетін орындағаны туралы деректер бар. Бірақ тарихшылар оның концлагерлер мен еврейлерге жасалған геноцидтен бейхабар болғанын айтады. Бірақ бұл сұрақ әлі де зерттелуде. Роммельдің адамгершілік қасиеттері оны тек Германияда ғана емес, одақтастар арасында да құрметке ие болуына себеп болды. Британдық газеттер оны әскери этиканы сақтаған қолбасшы ретінде сипаттады. Тіпті британдық премьер-министр Уинстон Черчилль Роммель қайтыс болғаннан кейін парламентте сөз сөйлеп былай деді: "Ол өз ұлтына адал қызмет еткен адам. Бірақ сонымен бірге соғыс кезіндегі әскери ар-намысын сақтаған жау еді." Нацистік Германияның насихат машинасы Роммельді Гитлердің сүйікті генералы, неміс рухының символы ретінде көрсетті. Оның Африкадағы жетістіктері мен шөл түлкісі атануы халық арасында өте танымал етті. Геббельстің ақпарат министрлігі Роммельді батыр етіп көрсету үшін бірнеше әдіс қолданды. Газеттер мен радиода оның батырлық істері жарияланды. Фотосуреттер мен кинохроникада оны сарбаздармен бірге алдыңғы шепте жүрген батыр қолбасшы ретінде көрсетті. Оның қарапайым сарбаздармен тығыз қарым-қатынаста болуы ерекше атап өтілді. Оның Германиядағы танымалдылығы соншалық, 41 жылы әйелі Люси Мария Роммельге нацистік партияға кіруге ұсыныс жасалды. Бірақ генералдың өзі ешқашан НСДАПқа мүше болған емес. Роммель туралы одақтастардың көптеген жоғары лауазымды тұлғалары пікір білдірген. Британ фельдмаршалы Бернард Монгомери Роммель туралы былай дейді: "Роммель ерекше дарынды қолбасшы. Оның майдандағы тактикалық шеберлігі мен сарбаздарына деген қамқорлығы оған деген құрметімізді арттырады. Егер ол біздің жағымызда болса, біз үлкен жетістікке жетер едік." Эрвин Роммель ешқашан нацистік партияның ресми мүшесі болған жоқ. Ол әскери мансабын Гитлер билікке келмей тұрып бастаған және саясатқа аса араласпаған. Роммель нацистік идеологияның кейбір аспектілерімен келіспеген. Әсіресе Гитлердің тоталды соғыс саясатына қарсы болды. Өйткені бұл стратегия Германияны толық күйреуге алып келетінін түсінді. Сондай-ақ комендо бұйрығы сияқты әскери қылмыстарға әкелетін бұйрықтарды орындаудан бас тартты. 1944 жылы 20 шілдеде полковник Клаус фон Штауфенберг бастаған бір топ офицер Гитлерге қастандық ұйымдастырып, оны биліктен тайдыруды көздейді. Бұл қастандық сәтсіз аяқталды. Ал гестапо бүлікке қатысы бар адамдарды анықтауға кірісті. Роммель бұл қастандыққа тікелей қатыспағанымен, оның кейбір жақын серіктері генерал Ганс Шпайдель және Карл Штрелин оған хабар берген. Олар Роммельді одақтастармен келіссөз жүргізіп, Германияны соғыстан аз шығынмен алып шығатын жетекші ретінде көргісі келді. 1944 жылы қазан айында гестапо Роммельді бақылауға алды. 20 шілде қастандығы сәтсіз аяқталғаннан кейін фюрерге адалдық танытпаған кез келген генерал күдікке ілінді. Гитлердің қауіпсіздік қызметі оның бірнеше серігін тергеп, Роммель қастандық жасаушылармен байланыста болған деген тұжырым жасады. Генералдың өзі бұл оқиғаға тікелей қатыспаған, бірақ Германияны құтқару үшін одақтастармен келіссөз жүргізу идеясын қолдаған болуы мүмкін. Гитлер оны тікелей айыптамаса да, фельдмаршалға екі таңдау берілді: отбасына зиян келтірмей суицид жасау, немесе отанға сатқындық айыбымен сотталу. 1944 жылы 14 қазанда Роммель цианид капсуласын қабылдап, өз-өзіне қол жұмсады. Оның өлімі жүрек талмасы деп жарияланып, әскери құрметпен жерлеу рәсімі өткізілді. 1944 жылы 14 қазанда Гитлердің екі офицері, генерал Вильгельм Бургдорф пен генерал Эрнст Майзель, Роммельдің үйіне келіп, оған екі таңдау берді. Бірінші, ресми түрде сатқын деп жарияланып, халық алдында масқара болып, әскери сотта өлім жазасына кесілуі. Бұл жағдайда оның отбасы да қуғынға ұшырауы мүмкін еді. Екінші, өзін өзі өлтіру. Егер ол осы жол таңдаса, оның отбасына тиіспейді, ал өзі ұлттық қаһарман ретінде есте қалады. Гитлер Роммельдің бүлікке қатысқаны туралы нақты дәлел келтірмеді, бірақ оған шегінер жол қалдырмады. Генерал көп ойланған жоқ. Ол отбасының қауіпсіздігін сақтау үшін
өзін өзі өлтіруді таңдады. Роммельге 10 минут уақыт берілді. Ол әйелі Люси мен ұлы Манфредпен қоштасып, өзінің қызметтік көлігіне отырды. Генерал Бургдорф пен оның серігі Роммельге цианид капсуласын беріп, оны жұтуын талап етті. Бірнеше минут ішінде әйгілі фельдмаршалдың өмірі үзілді. Көп ұзамай радио мен газеттер оның жүрек талмасынан қайтыс болғанын жариялады. Оның жерлеу рәсімі әскери құрметпен өтті. Бірақ Гитлер мен нацистік басшылық оған қатыспады. Соғыстан кейін Роммельдің өлімі түрліше бағаланды. Одақтастар үшін ол нацистік режимнің құрбаны болды және Гитлермен келіспеген үшін жазаланды. Кейбір немістер үшін ол батыр генерал болып қала берді. Бірақ оның қастандыққа қатысы туралы пікірлер екі ұдай болды. Тарихшылар үшін Роммель толыққанды антифашист болмағанымен, соңғы әрекеттері оның Гитлермен келіспегенін көрсетті.